өмірі шетелге шығып көрмей, 4 баланы 70-тен асқан енеге қалдырып, және 4-ші бала 1,5 жасар. Одан кейін жаңағы отбасымызда ондай бір жаңағы артық ақша жоқ. Сондай бола тұра, декретте отырған ана бола тұра, ешқандай бір неде жаңағы компанияда жұмыс жасамасам да, ең алғаш барған елім Сингапур болды. Осы жайында сіздерге айтып өткім келеді. Жалпы неге Сингапур, қалайша ол 4 баланы, еще біз Алматыда тұрамыз ол кезде, балалардың бәрін мектепке апарып ап келу барлығы менің жұмысым болатын. Одан кейін кішкентай жаңағы 1,5 жасар баланы қарау, ол да тоже менің жаңағы нем ғой, енді міндетім ғой. Солай бола тұра мен 11 күнге Сингапур қаласына, Сингапур еліне барып қайтқан жайым бар еді. Сонда мен негізі оның бастамасы былай, жалпы біз күйеуім военный болғандықтан біз Қазақстанның әр қаласында тұрып көрдік та, сонда біз дәл сол осы жаңағы не үшін Сингапурға барғым келгенін айтайын. Біз ол кезде неде тұрдық? Қордайда тұрдық, в общем. Содан сол жерде тұрып жатқан кезімізде мен 2014 жыл болатын сериалдар көретін. Еще мен индийский сериалдарды жақсы көретін ол кезде. Енді қазір вообще сериал қарамаймын жалпы. Сол кезде сол сериалдарды қарап жүрген кезімде ерлі-зайыптылар Сингапур еліне келеді. Сол жерде алғаш келеді тағыны, сосын сол жердегі өздеріне ұнаған эмоцияны көрсетеді ғой. Сол эмоцияны олар бір енді білмеймін, сондай бір керемет жеткізген болу керек. Мен қатты сондай бір заражение дейді ғой, сондай бір заражение алдым мен солардан. Мен де сондай, мен де барғым келеді, мен де көргім келеді деген сияқты. И содан жаңағы уақыттар өте берді. Сосын бір күні мен уже жаңағы сетевой маркетинг деген келген кезімде психологияға қызыға бастадым. Содан неше түрлі кітаптар оқып бастадым. Сол кезде оқып жүрген кезімде маған мынандай бір арман келді. Мен осы мықты бір спикерлердің сабағына қатысқым келеді дегенше, кітап жазып, енді қаншама елді оқытып жатқан кісілердің живой форматта семинарына қатысқым келеді деген сондай арман пайда болды. Содан енді уақыттар өте берді. Ең кішкене 4-ші баланы көтердім. Ол аралықта біз Қостанайда болдық. Қостанайдан Алматыға келдік. Содан Алматыда мен 2016 жылы босандым. 17 жылы бір күні жаңағы интернетте Инстаграм қарап отырсам, бір жарнама көзіме түседі. Ол жарнамада енді жаңа мен армандарымды ұмытқан жоқпын. Ол жарнамада былай жазып қойған ғой. 4,000-нан аса адамдардың өмірін өзгертуге септігін тигізген Тони Энтони Робинс Сингапур елінде өзінің атақты семинарын өткізеді деген сияқты сообщение, то есть жарнаманы көремін ғой. Соны көре сала менде деген желание өте қатты жаңағы енді осы ғой менің іздегенім деген сондай бір не пайда болды да іштей. Мен осы нәрсені іздедім ғой, маған осы нәрсе керек еді ғой деген сияқты. Содан ана жерде тұрған номеріне нестен хабарластым, бәрін біліп алдым. Ол жаңа қандай сабақ, қай жерде болады, жалпы сабақтың құны қанша деген сияқты, енді как будто баратын адам секілді бүткіл ақпарат біліп алдым. Содан енді бәрін біліп алғаннан кейін, жалпы мен жаңағы бағана басында атап өткендей, балам кішкентай, одан кейін жаңағы балалар бәрі кішкентай негізінде. Үлкеннің өзі сол кезде 1-ші классқа енді ғана барған кез ғой. Ойлаңыздаршы, 1-ші классқа енді барған үлкеннің өзі, басқалардың барлығы садикте деген сияқты. Сонда барлығы кішкентай. И сосын мен сол жаңағы не қылам ғой, оның барлығы маған кедергі болмайды. Бала шағам мүлдем кедергі болмайды. Біздің үйде жаңағы отбасылық қаржы жете ма, жетпей ма, өзім вообще бір тиын ақша таппаймын сол кезде. Күйеуімнің зарплатасы ғана. Ол бізге жаңағы мен сол барып келуімнің қаражатын көтере ма, көтермей ма, одан кейін ең бастысы мен күйеуім жібере ма, жібермей ма. Олардың еш қайсында менің нем жоқ қой, жаңағы кедергі болып тұрған жоқ. Менің ойымда, санамда, менің уже санам кетіп қалған. Енді білмеймін оны қалай жеткізуге болатын. Содан в общем не керек, жаңа кісілердің несін ақпаратын біліп алғаннан кейін енді ақырындап уже
не істей бастадым, күйеуіме осы нәрсені айта бастадым. Мен осындай арманым еді, сол арманым тура мен сол Сингапурға барғым келген еді, еще мен бір мықты спикерді көргім келген еді, соның барлығы осы жақта екен, анда екен, мында екен деп, в общем, күйеуімді не істей бастаймын ғой, көндіре бастаймын. Бірақ ол басында көнбейді. Қалай сен вообще, еще ең басты тіл білмеймін, вообще ағылшынша білмеймін, еще тіл білмейсің, еще балаларың кішкентай, қайда барасың деген сияқты көнбеді. Бірақ мен ана іштегі от болып жанып тұрған жаңағы желанияны басу мүмкін емес та. Соны айтып қоймаймын. Енді былайша айтқан кезде көзім жаңағы загорел болып тұр, көзім жанып тұр ғой. И содан жаңағы сөйтіп жүріп, жаңағы оқудың ақшасы, жалпы семинардың ғана ақшасы 300 000 теңгеге жуықтады. Себебі бізде жаңағы орыс тілді жаңағы нентте тоже переводта тоже сатып алдық. Сонымен, в общем, бағасы 300 000-ге тоқтады. Содан жаңағы енді мен 300 000 теңгені тауып, қалайда мен осыны алу керекпін, мен бару керекпін деген желание, енді білмеймін қайдан пайда болған, қазір таң қаламын да. Содан жаңағы Алла тағаланың бар, Құдайдың құдіреті деген осы жерде маған сол кезде сол ақшаны қиыннан қиыстырып, маған сол ақша келді ғой. Келді кәдімгідей ше. Енді мен сіздерге подробно айтып жіберетін болсам, осы жерде бізде біз ана жаңағы кішкентай қыздың несін бір тойын жасамақшы болғанбыз. Сол тойға бастапқы жарына 300 000 теңгені қойып қойғанбыз. Сол тойды жасаймыз деп. Содан жаңағы күйеуім ең үлкен әпкесімен ақылдасып отырады ғой. Енді осы жайында сөйтсе, ол кісі өздерінің әлі үйлерің жоқ, не қыласыңдар той жасап, бірінші үй алыңдар, тойды сол кезде, той деген алғашқы той сол кезде болады деген сияқты нәрсені айтып, в общем, күйеуімді той жасамауға көндірді. Енді менің іздеген 300 000 теңгем уже ана жерде тұр деген сияқты. Содан, в общем, не керек, жаңағы күйеудің басын айналдырып жүріп, білмеймін енді, адам егер қаласы бар ғой, ештеңе кедергі болмайды деген рас екен ше. Прям қанат бітіп, күйеуім сол ақшаны қалай маған беріп қойған білмей қалды. Мені қалай шетелге жаңағы Сингапурға жіберуге рұқсат бергенді білмей қалды ғой. В общем, не керек, билетті алып тастадық. Енді маған барып қайтуға билет алу керек қой самолетке. Енді оған да ақша жоқ. Енді оны қайтем дедім. Содан жаңағы іздеген адам табады деген нәрсе бар ғой. Мен бұның бәрін не үшін айтып жатырмын? Мен қаншама адамға бір мотивация болсын, в том числе и өзіме де мотивация болсын деп ше. Сондықтан мен осыны айтып отырмын да. И содан жаңағы ендігі мәселе енді жаңағы нені билет алу керек та. Ол билеттің өзінде тоже неден өзім іздедім, өзім іздеп тауып алдым. 300 000 теңгеге жуық ақша кетеді екен. Мен еще негізі қарап тұрсаңыз, билет деген Алматыдан Сингапурға тікелей рейс жоқ. Ол міндетті түрде жаңағы перелет болады. Елдің барлығы негізі Бангкок арқылы барады екен Сингапурға. Сол жақынырақ деп. Ал мен қияли Дубай деген қаланы, Дубайды жақсы көретін арманым бар деген сияқты, Дубай деген сияқты, хотя бы Дубайдың жаңағы несіне кіре алмасын да, ең болмаса ауасын иіскеп кетейін деген де мақсатта через Дубай арқылы алып алғанмын ғой. Сонда былай қарасаңыз, мен кейін оны картадан көрсем, жаңағы Сингапурға бару үшін Алматыдан мына жаңағы Бангкокқа ұшасың, Бангкоктан былай қарай уже Сингапурға жақынырақ та. Ал мен қалай істеген? Мен Алматыдан мына жаққа Дубайға ұшқам, мына жаққа Дубайға ұшқам, Дубайдан былай қарай Сингапурға ұшқам ғой, 3 бұрыш жасап ұшқам ғой, ойлаңызшы. Сонда до того сол жаңағы арманның несі жетегінде кетіп. И содан жаңағы не істедім? Содан билетті алу керек. Билетті қалай аламын? Үйде жаңағы, былайша айтқан кезде енді жаңағы ақша бар болған ақшаны алып тастадық қой, енді басқа артқа ақша жоқ, жаңа зарплата только. И содан мен іздеймін ғой. Бұл 2017 жыл болатын. Рассрочка деген нәрсе онша бір аса бір айтылмаған тема, ондай көп емес, көп адам қолданбайтын, көп нәрседе қолданбайтын тема болатын ол кезде ше. Содан біреулерден естіп қалам, нені билетті рассрочкаға алуға болады екен деп. Еще ол рассрочканы алудың өзі де қазіргідей Каспий банкпен бүйтіп қана жасай салатын емес қой. Ол кезде кәдімгі арнайы бір жаңағы сайтқа тіркелдім, сол сайттан жаңағы карточка заказ бердім, ол карточка маған келді, содан кейін барып жаңағы нәрсені жасадым. В общем, біраз нәрселер толтырып, өйтіп, в общем, әрең дегенде жаңағы нені жасай алдым. И содан маған ай сайын 50 000 теңгеден төлеп тұрдым жаңағы. Онда да тоже сол кезде бір таң қалғаным, бізде айдан айға жаңағы ақша жетпейтін ғой негізінде ше. Бірақ сол кезде тура 50 000 теңге артылып отырады ғой жаңағы ше. Тура 50 000 теңге менің жаңағы нем поездкама артылып отырады ғой. Содан жаңағы төлеп біттік. Енді уже не қалды?
немеді шешілді, семинардың ақшасы бар, семинар билеті алынған, туда обратно барып келу билеті уже мәселесі шешілді. Енді сол жақтағы жатын орынның мәселесі бар ғой, оны қалай шешеміз? Енді содан отырып мен іздеймін ғой, отель дегендердің барлығы өте қымбат, букингтан кіріп алып іздеп жатырмын. Содан уже жаңа бізде негізі Қазақстанда 1000 адам сол жаққа барады деген бір чат болды да, шамамен 1000 адам сол жерде мен де отырмын. Содан біреулерден хостел дегенді естіп қалдым. Уже қыздар деген бірігіп хостелге жататын болды да. Содан мен деген бір кісіні тауып алдым, давай екеуміз бірге жатайық деп. Сөйтіп сол екеуміз бірге жатамыз деп келістік. Содан жаңағы хостелдімен сөйлесіп бәрін келісіп қойдым. Бірақ жаңағы кісім менің бірге барамыз деген кісім бармай қалды. Содан мен не керек, жалғыз өзім болып қалдым. Сөйтіп жүрген кезімде жаңағы январдың соңына қарай басталады жаңа семинар, сол уақытқа қарай ұшатын уақыт жақындап қалды. Мен енді үйде уже жаңағы ақша жоқ, күйеуіме ай сайын жаңағы беретін зарплатың өзі кішірейіп қалды ма, в общем бірдеңке болды. Содан не керек, мен жаңағы ол да тоже мәселе болып қалды. Сосын сол кезде ғана біз кредит алдық, бар ғой, кредит алдық, кредит алғыздым күйеуіме 300 000 теңге. Сол кезде 300 000 теңге ғана уже қарыздандық та. Содан в общем не керек, жаңағы неге қарай ұшып бардым. Сонда бара жатқан кезінде бар ғой, тағы да Алланың осы жерде құдіретін айтқым келеді. Алла тағала мен жаңа тіл білмейтінімді, өмірі шетелге шығып көрмегенімді, одан кейін жаңағы не бар, жалпы системаны дұрыс білмеймін ғой. Енді ойлаңыздаршы, шетелге шығып жүрген адамдар уже сразу түсінеді деп ойлаймын. Мен одан кейін барып түсіндім ғой, мен до того білмей қалай шыққанмын деп таң қалдым ғой. Сонда бар ғой, жаңағы Алматыдан Дубайға ұшатын самолетке мен енді өзім ғана қасыма ешкім отырмай қалды ол кезде. Ол енді норма болды. Бірақ сол самолеттен түскеннен кейін автобусқа отырып, жаңағы Дубайдың аэропорты өте үлкен аэропорт екен да. Содан түсіп, жаңағы келесі Сингапурдың несіне отыратын жаңағы неге бару керек қой. Сол кезде бар ғой, мен сол кезде мысалға да, Алла осы жерде жоқ болса бар ғой, мен сол кезде точно шатасатын едім да. Сол кезде мен жаңағы жерде автобуста біреулердің Сингапурға, Тони Роббинсқа баратқан естіп қалам ғой. Бір 3 әйел, бір еркек, 4-еуі бірге баратыр екен да. Содан мен ақырын бардым да, сіздер Сингапурға, Тони Роббинсқа бара жатсыздар ма десем, иә дейді. Сосын мен де сол жаққа бара жатыр едім. Мен сіздермен бірге Сингапурға отыратын самолетқа шейін жетіп алайыншы деген ғой жаңағы кісілерге. Жарайды деді. Ол кісілермен еріп бардым. Сонда деген ұзыннан ұзақ талай жерді айналып бардық қой. Сол кезде ана кісілер маған таң қалады, сіз қалайша жалғыз өзіңіз жүрсіз, бұрын соңды шетелге шықпағансыз ба, тіл білмейсіз ба, не қалай бара жатсыз деген сияқты да. Сөйтіп таң қалды маған. Содан мен жаңа кісілермен жетіп алдым. Енді ана жерге жетіп алғаннан кейін уже біздің енді әрқайсымыздың билетіміз әртүрлі ғой. Регистрацияға жасаған кезінде менің орным олардың орнынан бөлек болып қалды. Олар басқа жаққа отырды, мені басқа жерге отырды. Ал енді Сингапурдың самолеті деген 3 адам отыратын жаңағы өте үлкен некен самолет екен. Содан жаңағы отырсам бар ғой, менің қасыма именно Тони Роббинстің сабағына бара жатқан русский язычный 3 қыз келіп отырады. Жоқ, 2 қыз келіп отырады ғой. Содан үшеуміз отырамыз. Сонда дегенде Алланың құдіреті деймін да. Айналамда бәрі англичандар. Біз сол бара жатқан шамамен мысалға бір 15-20%, білмеймін, 15-20 деп өтірікті айтуым мүмкін. Англичандар өте көп болып көрінді маған сол жерде. Сонда мен соның барлығын көре тұра, сонда не қылдым да, ана стюардесса келеді тағын менен сұрайды ғой, не ішесің деп та. Мен анаған қарап тұрмын, түсінбеймін, жанындағылардан сұраймын ғой да уже. Содан жаңағы кісілер айтады, сізге балықпен ба, жоқ әлде тауықпен ба деген сияқты. Балық па, тауық па, осыларды айтты. Содан жаңа мен, онда балықпен, тауықпен деген сияқты айттым. Сосын олар менікін аударып берді. Содан не керек, жаңа кісілермен тоже әңгімелесіп, олар да тоже сол неге баратыр екен. Содан жаңағы жерден түстік, жетіп алдық әйтеуір Сингапурға. Жетіп алғаннан кейін, түскеннен кейін самолетте жаңа біз тексереді ғой. Сол кезде менің паспортымда, жаңағы паспортымда өзі осы уақытқа шейін 2-ші паспорт жасаттым. Сол 1-ші паспортымда ертеректе Қытайға барған нем тұр. Содан аралықта бірнеше уақыттан кейін Сингапурға баратын нем тұр да. Еркенұр,
сол Сингапурға баратын тұрда, содан жаңағыны не істеп көрдім дағыны, алар уже сомневаться етіп қалды да мені, бұл қандай адам деп, мен көк паспортымды әкетіп қалды. Мен ана жерде өтем дегенше бір өте ұзақ уақыт тұрдым, пока олар проверять етті, мен не алған адам, не істеп жүрген адам, неге бұның паспорты жаңа таза деген сияқты, неге бұл жаңағы неге паспортында, в общем, неге бірінші Сингапурға келіп тұр деген сияқты, ешқандай жерге шықпаған деп те, сондай бір күдік болған шығар. Сонымен, в общем, не керек, мен сөйтіп біраз уақытқа ұстап қалды, соны әйтеуір өткізді. Ал енді жаңа бірге барған кісілерім бар ғой, сол бірге барған кісілерім, олар қымбат жаңағы отельден орын алған, олар енді ақшасы бар, бизнес жасап жүрген әйелдер екен, мен сияқты үйде тұрған, декреттегі отырған ана емес. Содан жаңағы олардың трансфер, жаңағы өздерінің отельдерінің трансфері бар екен, арнайы оларға келіп, арнайы алып кетті. Бірақ олар пока келем дегенше мені күтті, сонымен бірге шай іштік, андай не алып немеді, сим-картаны айтты, жолын түсіндірді. В общем, сим-карта алып алу керек екен, соны сим-карта алып алдым. Содан олар кетіп қалды. Енді мен кетейін десем, менің жаңағы маған келетін трансфер жоқ. Мен өйткені ең арзан нәрсені алдым, хостелді алдым. И одан кейін оған бару үшін мен еще жаңағы жерде бір қыз тауып алғам. Сол қызды күттім. Ол қызым вообще басқа жақтан келеді. Ол қыз қай уақытта келеді, қашан келеді, вообще непонятно. Өйткені байланыс жоқ қой, аэропортта тұрмын. Сосын қойден да жаңағы немді ашып алып, сөйтіп ағылшынша жаңағы еще мынандай планшет алып алғам, планшетте ағылшынша переводчикті жазып алғам. Содан айтам да аударам, жаңағыны аудартып адамдарға сұраймын, таксиге қайдан отырамын деген сияқты. Таксиге барам да, мына адреске қалай барам, ол үшін не керек, жаңағы адреске бардым. Содан жаңағы жерде бара салған жерде жаңағы қызым менің тура сол жерге келіп үлгереді ғой, екеуміз. Ана қыз аэропортқа келіп үлгеріп, еще менің таксиім түскен кезде ол да түсіп үлгереді ғой жаңағы жерде ше. Сонымен екеуміз бірге кіріп, ана жерде ол қайтам ағылшынша біледі екен, сонымен жаңа жерге орналастық. Ол мен ағылшынша білмей, ана жерде қайтып орналасатынымды да білмеймін да, қазір ойласам ше. В общем, не керек, сөйтіп мен Сингапурға солай барғанмын. Біз ол жақта 11 күн жүрдік, 4 күн жаңағы Тони Робинсон сабағына қатыстық, одан кейін 3 күн демалыс берді, одан кейін 3 күн тағы да Харвейкердің сабағына қатысып, сөйтіп 11 күн деген кезінде елге қарай қайттық. Сөйтіп осындай жаңағы өмірімде бірінші рет осындай бір үлкен бір жаңағы не жасағаным осы болды да. Сонда жаңа сол жақта жүргенде енді танысамыз ғой, енді жаңағы адамдармен енді бір тапсырмалар береді деген кезде, сондай кезде мен осы қайда істейсің, анау мынау дегенде, мен декреттегі анамын, 4 балам бар, 4 баламды үйге тастадым, 1,5 жасар ең кішкентай десе, бәрі таңғалады да. Мен ойлаймын, неге таңғалады десем, сөйтсем ол жерге бәрі бизнесмендер барады екен ғой. Олар нетворкинг іздеп, өздерінің бизнестерін ары дамыту үшін сөйтіп барады да. А мен единственный домохозяйка, еще мен ол кезде орамал тақпаймын. Тіпті жаңағы шаштың өзінде де тоже арнайы бір прическа емес вообще, бір өсіп кеткен ғой, енді былайша айтқан кезде шамалы қидырып, бір нормаға келтіру деген жоқ қой, әйтеуір сөйтіп барып алғам. Содан жаңағы ешкімді танымаймын еще ол жерде, жалғыз өзім бардым ғой енді. Содан жаңағы бірге барған қыз, ол екеуміз бірге жатамыз, бірақ ол ана жерде бірге жүрмейміз. Өйткені оның мышлениясы мүлдем басқа, ол мені түсінбейді да. И менің мышлением мүлдем басқа, мен оны түсінбеймін, в общем. Сонымен екеуміз кешке қарай, только түнге қарай жаңа неден хостелда ғана кездесеміз ғой. И содан жалғыз өзім сөйтіп жүрген кезде бір күні мен бұрын бір сетевой маркетингте жасағандағы кісілерім бар ғой, сол кісілерді көріп қалғам ғана жерде. Ойбай деп, сонымен сол кісілермен құшақтасып, амандасып, сөйтіп уже қайтам дегенше сол кісілермен бірге сөйтіп қыдырып, сөйтіп жүрдім. Сонымен, в общем, осылай жаңағы тіл білмей алғаш шыққан шетелім осы Сингапур болды. Мен осы жаңағы барып келген оқиғам көп адамға бір пайдасын тигізеді деген мақсатта осылай видео түсірдім. Сізге ұнаса лайк басыңыз, каналыма жазылыңыз, бөліскіңіз келсе достарыңызбен бөлісіңіз.